Арма қазағым, бұл бейнеде мен Израиль туралы тақырып көтергім келеді, және Нюрнберг процесі туралы айтқым келеді. Нюрнберг процесі ол Холокост дәуірінен кейін болған сот процесі болады, және Нюрнбергте тек қана 12 адамды соттады. Естеріңізге салып кетейін, Холокостта 6 миллионнан аса еврей өкілі қайтыс болып кетті. Сонымен Нюрнберг процесі ол еврейлердің бетіне түкірген сияқты болып көрінді. Негізінде Нюрнберг процесі ол жай ғана еврейлердің бетіне түкіргендей болып көрінбейді, ол бүкіл адамзаттың бетіне түкіргендей болып көрінеді. Себебі Нюрнберг процесі айтты, мынандай нәрсені насихаттады. Сен өзіңнің еліңде геноцид жасасаң, сенің еліңде көптеген адам бәрібір ол геноцидке жауап бермейді. Тек қана бір қатты кетсе, бір 12-20 адам жауапқа тартылады деген насихатты Нюрнберг берді. Сол Нюрнбергтен кейін геноцид деген сияқты нәрселер жер бетінде көбейіп кетті. Руандада болған геноцидке қатысты ақпараттарды іздеп көрсеңіздер болады. Қаншама миллион адам өліп кетті және қанша штук адам сотталды деген ақпаратты іздеп көрсеңіздер болады. Ана Вьетнамдағы рохинья мұсылмандардың геноциді туралы да іздеп көрсеңіздер болады. Қаншама адам босқын болды, қаншама адам өліп кетті және қанша штук адам сотқа тартылды деген ақпаратты іздеп көріңіздер. Соны білгеннен кейін, Нюрнберг процесінен кейін еврейлер өздерінің Израиль мемлекеттеріне қол жеткізген кезде олар түсінді. Біз тек қана өзімізге ғана сене аламыз. Біз тек қана өзіміз Моссад деген организацияны, ұйымды жасап, өзіміз ғана жазай аламыз деген шешімге келді. Басқа елдердің өкілдері, басқа ұлттың өкілдері оларға істеген қастандықты, геноцидке бәрібір жауапқа нақты тарта алатынын тартуды білмейтінін олар түсінді. Сондықтан еврейлер ондай істі өз қолдарына алды. Сөйтіп Израиль қаншама деген фашистерді жер бетінен тауып алып, тіпті жердің астынан тауып алып, сотқа тартып, оларды өлім жазасына жіберді. Сол айтатын нелеріміз. Қазір Израильде 9 миллион халық тұрып жатыр. Оның ішінде 7 миллионы ғана еврей болады, қалғандарының барлығы еврей арабы болады. 9 миллион халық жан-жағындағы 20-дан аса араб елге қарсы келе жатыр. Израиль сияқты біздің елімізде болсын.